Баршаңызға сәлем. Бүгін булочка жасаймыз. Бізге керегі жылы сүт, шекер. Одан кейін дрожжымызды салып, араластырып қоямыз. Содан соң жұмыртқамызды, ұнымызды салып, үй температурасында тұрған сары майымызды бірге салып жібереміз. Тұзымызды салып, қамырымызды илейміз. Илеген қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоямыз көтерілгенше. Ал начинкасына бізге керегі творог, жұмыртқа, шекер, қаймақ. Лимонның сыртын теркадан өткізіп саламыз. Одан кейін блендерден дәл осы видеодағыдай қылып езіп аламыз. Дайын болған массамызды бір шетке қойып, көтерілген қамырымызды 2 бөлшекке бөлеміз. Дәл осы видеодағыдай қылып қамырымызды жайып, ішіне начинкамызды салып, дәл осылай жаямыз. Одан кейін рулет сияқты қылып, осылай орап алып, дәл осы видеодағыдай қылып кесіп, противеньге 30 минутқа қоямыз. Көтерілген булочкамызды қызып тұрған пешімізде 20 минутқа пісіріп аламыз. 180 градуста. Піскеннен кейін бетіне сахарный пудра сеуіп столға қоя берсеңіз болады.